1, 2, 3. Бірінші, екінші, үшінші. Біз бұл сөздерді қай кезде қолданамыз? Біз бұл сөздерді санағанда қолданамыз. Бүгінгі сабақта біз санауды үйренеміз және де неше, нешінші сұрақтарына жауап береміз. Бұл орман мектебі ішіндегі сынып. Сыныпта көп құрал-жабдықтар бар. Бірге санап көрейік. Сыныпта неше тақта бар? 1. Сыныпта 1 тақта бар. Сыныпта неше мұғалім үстелін көріп тұрсың? 1. Сыныпта 1 мұғалім үстелі бар. Ал үстел үстінде неше гүл шоқтары бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Үстел үстінде 7 гүл шоғы бар екен. Сыныпта неше қатар парта бар? 1, 2. Сыныпта 2 қатар парта бар. Ал әр қатарда неше партадан орналасқан? 1, 2, 3, 4, 5. Әр қатарда 5 партадан орналасқан. Сыныпта неше терезе бар? 1, 2, 3. 3. Сыныпта 3 терезе бар. Терезенің алдында неше гүл бар? 1, 2, 3, 4. 4. Терезенің алдында 4 гүл құмырасы бар. Сөреде неше кітап бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Сөреде 6 кітап бар екен. Стаканда неше қалам бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Барлығы 8 қалам бар екен. Сөреде неше кубик бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Барлығы 9 кубик бар екен. Қане балалар, неше деген сөзге әртүрлі сұрақтар құрастырып көрейікші? Барлығы неше кубик бар? Барлығы 9 кубик. Ал олардың ішінде неше қызыл кубик бар? 3 қызыл кубик. Неше көк кубик бар? 4 көк кубик. Неше сары кубик бар? 2 сары кубик. Ал неше үлкен кубик бар? 4 үлкен кубик бар. Неше кішкентай кубик бар? 5 кішкентай кубик бар. Ал енді қызыл қаламнан қара қаламға дейін санап көрейік, яғни солдан оңға қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Барлығы 8 қалам. Ал енді қара қаламнан қызыл қаламға қарай, яғни оңнан солға қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Барлығы 8 қарындаш. Санаудың нәтижесі оның ретіне байланысты бола алады ма? Жоқ. Санаудың нәтижесі оның ретіне байланысты бола алмайды екен балалар. Сыныпқа оқушылар кіріп жатыр. Оларды ретімен санап көрейікші. Бірінші қонжық кірді. Екінші көжек.
үшінші түлкі, төртінші кірпішешен, бесінші бұғы, алтыншы тиін, жетінші қасқыр, сегізінші үкі, тоғызыншы бақа, оныншы борсық. Барлығы сыныпта неше оқушы бар? Барлығы 10 оқушы бар. Ал енді балалар, қоншықтан бастап санағанда тиын нешінші болып тұр? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Қоншықтан бастап санағанда тиын алтыншы болып тұр екен. Ал борсықтан бастап санағанда тиын нешінші тұр? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Егер борсықтан бастап санаған кезде тиын бесінші болып тұр екен. Нешінші деген сұраққа жауап бергенде санақтың қай жерден басталатынын білу керек. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.